болды. Құрметті әріптестер, құрметті бүгінгі қоғамдық қабылдау қатысушылар, келіңіз. Кел айтып беріңіз. Бүгін осы біздің полигонның негізгі бітуіне байланысты арнайы өкілдер келіп отыр. Осы арнайы қоғамдық тыңдау өткізейін деп, яғни біздің полигон, яғни қатал тастайтын орынның мерзімі бітуіне байланысты соны әрмен қарай созу бойынша енді бүгінгі жиналыстың күн тәртібіндегі негізгі мәселе осы. Мен әрі қарай өз сөзімді айтып өтейін. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Талас ауданы Аққұм ауылдық әкімдігінің аппараты коммуналдық мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында қоршаған ортаға жоғарылататын эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтары басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізуде. Қоғамға ақпарат Магнолия облыстық газетіне және Тараз 24 телеарнасына берілген хабарландырулар арқылы жеткізілді. Сондай-ақ хабарландыру тақталарында және Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурсында орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделері жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдауларда ашық деп жариялаймын. Яғни қоғамдық тыңдауларда өткізу қағидаларының 22 тармағына сәйкес залда аудио және бейнежазба іске қосылуда, яғни бейнежазба жүргізіліп жатыр. Қоғамдық тыңдаулар кезінде нақты тұжырымдалмаған қаралған мәселенің мәнін ашпайтын немесе тыңдау тақырыбына қатысы жоқ ескертпелер мен ұсыныстар есепке алынбайды. Тыңдау барысында және чаттап бейәдеп сөздер айтуға, қорлау сипатындағы сөздерге жол берілмейді. Баяндама жобасын тәжірибеге Казгидромстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, яғни жобаның тапсырыс берушісі Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауыл округ аумағында өткізіледі және оларды тиісті әкімшілік аумақтық бірлік әкім аппаратының немесе жергілікті атқарушы органның өкілі төрағалық етеді. Енді қоғамдық қабылдаудың қатысысын сайлаулар. Қатысшы ретінде қоғамдық тыңдаушылардың қатысшы ретінде Амзекулов Алмас Момынханның кандидатурасы ұсынып отыр. Қарсы екенсіздер ме? Иә, ешқандай қарсылық жоқ қой. Бір ауыздан қарсыласу қабылданды. Енді регламент бойынша сөз береміз. Дауыс беру нәтижелері, яғни ешқандай қарсы қалыс жоқ. Енді сөз осы Жамбыл облысы бойынша эколог маман Тілеубаев Әділет мырзаға беріледі. Саламатсыздар ауыл тұрғындары. Біздің қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Жамбыл облысы Талас ауданы Аққұм ауылы, Аққұм ауылдық округі аумағында орналасқан. Полигонның жалпы ауданы 3 гектарды құрайды. Жобаға сәйкес қызмет көрсетілетін халық саны 1452 адам. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонның шығыс бағытында 1030 метр қашықтықта Аққұм ауылы орналасқан. Полигонның орналасуы санитарлық және экологиялық талаптарға сәйкес келіп, тұрғын аймақтардың қауіпсіз ара қашықтықта орналасқан. Кәсіпорын қызметінің қысқаша сипаттамасы. Аумақты шаруашылықта пайдаланудың негізгі бағыты қатты тұрмыстық қалдықтарды жинақтау, оқшаулау және залалсыздандыру болып табылады. Полигон қызметі атмосфералық ауаның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануын болдырмауға, сондай-ақ кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру тудыратын микроағзалардың таралуының алдын алуға бағытталған. Полигонда қоқыс тасымалдайтын автокөліктердің үздіксіз түсірілуі қамтамасыз етіледі. Полигонға келіп түскен қоқыс тасымалдаушы көліктер жұмыс картасының жанында түсіріледі. Қоқыс түсіру алаңы 2 бөлікке бөлінеді. Bir бөлігінде қоқыс тасымалдайтын көліктер жұмыс істесе, екінші бөлігінде бульдозер жұмыс істейді. Түсіру алаңындағы көліктердің орналасуы әрбір көліктің кедергісіз кіріп шығуын қамтамасыз етеді. Жобаға сәйкес кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағы 1000 метр болып есептеледі және көгалдандыру шаралары қарастырылған. Ықтимал атмосфералық әсерлер
қатты тұрмыстық полигонында барлығы 5 атмосфераны ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 4-еуі ұйымдастырылмаған көздері. Ластаушы заттардың шығарындылары 12 зиянды заттан тұрады. Нормативтік шартты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар көлемі 4,189 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 1,133 тонна, газ тәрізді және сұйық заттары 3,155 тоннаны құрайды. Бізде нормативтік шартты шығарындылары 2026 жылдан бастап 2035 жылға 10 жылға есептелген. Тағы осы экологиялық рұқсат алуға сәйкес бізге қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленген. Қалдықтарды басқару бағдарламасы бойынша полигонға түсетін қалдықтардың түрлері ол қатты тұрмыстық қалдықтар және күл қалдықтары. Барлығы бізде 2026 жылы 577,184 тоннаны құрайды, 2027 жылы 583,159 тоннаны құрайды, 2028 жылы 589,4 тоннаны құрайды, 2029 жылы 595,126 тоннаны құрайды, 2030 жылы 601,119 тоннаны құрайды, 2031 жылы 607,117 тоннаны құрайды, 2032 жылы 613,122 тоннаны құрайды, 2033 жылы 639,132 тоннаны құрайды, 2034 жылы 625,148 тоннаны құрайды, 2035 жылы 631,171 тоннаны құрайды. Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары жоспарлары әзірленген. Соған сәйкес бізде қоршаған ортаға әсер ету мониторингі 90 сайын тұрақты жүргізіліп отырады. Көшеттер отырғызу және күтіп-баптау арқылы аумақты абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жүргізіледі. Жабдықтар мен көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағармайдың төгілуіне жол берілмейді. Экологиялық ағарту және насихаттау жұмыстары жүргізіледі. Табиғатты қорғау акциялары, жарыстарға және сенбіліктерге қатысу жұмыстары жүргізіледі. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса, полигон бойынша қойсаңыздар болады. Жақсы, олай болса осы 2026 сұрақтарың жоқ па? Шындай, полигон бойынша. Олай болса осы 2026 жылға арналған қоршаған ортаға, эмиссияларға, экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеймін. Баршаңызға көп рахмет. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасында орналастырылатын болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Келгендеріңізге рахмет. Жаңағы 3 гектар жерді қоршап жасадық деп отырсыздар, жоспарлап отырсыздар тоннасына жөнінше. Былтыр біздің әкім осы халықтың сол немқұрайлығынан біраз сөз естіп не алды. Осы жаңағы қазіргі ауылды жерлер ана жерге төге салады, не жерге төге салады дегенде ғой. Соны да баса өздеріңіз назарда ұстасаңыздар бір үстінен болатын еді. Жалғыз әкім енді қадағалап жатыр, мен байқап отырмын бәрінше. Халық аз жиналып та негізінде халық жалпы көбісі естігенде дұрыс болатын еді. Рахмет, өте сондай қазір мынау қоршаған ортаның тазалығы көп әсер болып отыр ғой. Біз негізі мынау Шу ауданы, Сарысу ауданы ауылдарға қанша 50 ауылға қаралып жатыр ғой. Талас ауданы бар. Көбінде кейбір ауылдар полигон жақын болғаннан кейін анау не қойып қояды, камера қойып қояды. Жеткізбей тастайды. Ел тұрғындардың өздері жеткізбей тастайды. Өздері не етеді, сояқтың бәрін ластап кетеді. Соларға олар мысалы камера қойып көреді кім екенін. И мына жергілікті полициямен барып штраф салып кетеді. Жинатқызады мысалы. А полигондардың негізі көбісі бәрі қоршалған ғой, сеткамен қоршалған ғой. Кейбірлері бар, мал бұзып неткен жерлері бар, істеледі. Сосын қазір анау Талас ауданы бойынша ЖКХ не дайындап жатыр, бағдарлама, коммуналдық басқару бағдарламасы бойынша. Кейін олар 25-26 жылдары, 26-27 жылдары жүзеге арнайы нелер қойып, урналар дейді, сұрыптау нелерін. Сөйтіп ол өздері жинап алып келеді, мысалы стекло бөлек, қағаз бөлек, пластик сортировочный станциялар бар, Қаратауға барып олар өңдеп мусорды утилизация жасайды. Одан кейін ақпараттық жүйе бізде бұрынғы таластыңызды ғой енді. Сондай жерлерге халыққа түсінікті болу үшін
жаңағы хабарлама жазып Ол да осындай сол- болады деп сол бағдарламада осындай штраф көрсетілген. бар анау мынау деп ақпараттық түрде жарияланса әкімді может жақсы тыңдар ма еді деп өзімнің ойым солай. иә ол әкімшіліктен енді штраф сала алмайды основном Сол ғой, сол полиция ғой. штраф салады. Бірақ зардап шегіп жатқан ауыл әкімі ғой. Бұл қазір таңдауда іштейтін емес, барлық ауыл тыныш, таза, барлық жерлерге бос тастама, штраф дегеннен заң жаңағыдай ұйымдастыру жаңағы жиналыстар өткізіңіздер, осындай тастауға болмайды. Бағана айтып бағдарламада ол бағана Көрсетілген. шаралар көрсетілген, қаржы да бөлінеді соған байланысты. Сол сіздер өкілдері болғаннан кейін, мен сұрақ бар болғаннан кейін, мен енді айтып отырмын Дұрыс ойымды. мәселе. Халықтың Барлық жерде сондай мәселе мәселе жалғыз сіздің ауылда емес, барлық Бүкіл ауылда сондай. Аха. Жеткізбей тастайды, көшеге тастайды, мусорын ала не істейді, Шашып жатады, иттер шашып тастайды, сондай. Бәрін айтатын сол. Мен оны айтып отырғаным, біздің ауылда әкім босаған осы. Халықтың мусор үшін бір әкім білдей босаған орнынан. Қаяқта? Садушақырыпте. жанып. Иә. Көш ауылда бізде қатысы жоқ бұл ауылдың тіршілігі, бұл кісілер. Үш жер. Жалпы ауқымды ғой енді бұл кісілер. Жалғыз бұл ауылмен жұмыс жасамайды ғой, ауқымды. Жақсы. Жақсы, сұрақтарыңыз жоқ болса, онда жиналыс жауап беруге болады. Рахмет. Мына жерге қол қоясыңыз. Қол қоямыз. Бағана жазды ғой, қасқыр. Жақсы.